Сәлем. Бүгінгі видеода мен жалпы өмірін өзгерткісі келетін, дамығысы келетін, өзінің денсаулығына қарағысы келетін, өмірін дұрыс жаққа қарай өзгертіп, байығысы келетін, жалпы дұрыс жаққа қарай өзгеріп, күшті адамға, өзінің самый лучший версиясына айналғысы келетін адамға арнап, өзінің топ 3 кітабымен бөліскім келеді. Жалпы не үшін деп ойласаңыздар, не үшін ондай кітап оқуымыз керекпіз деген сияқты да, потому что қазір подкаст бар, басқа бар, бірақ қазір осы видеоның соңына дейін түсінетін боласыздар. Жалпы осы 3 кітап, мен ойлаймын, сенің любой адамның фундаменті бола алады. Осы 3 кітапты оқыған адам жалпы бақыттың өзі осы 3 кітаптың түбірінде, төңірегінде жасалады деп ойлаймын. 3 кітап емес, 3 тақырыптың. Қазір ол қалай екенін айтамын. Жалпы өмірлеріңізді өзгерту үшін миллиард кітап оқудың қажеті жоқ, бірақ менің есімде мынандай бір фраза қатты қалып қойғанда. Вот мен студент кезімде мынандай 4 адамдық экетажка ғой, 4 адам жататын комната, сонымен мен жоғарысында жатамын. Бір күні шаршап кетемін да, сабақтан келемін да, бірінші этажға былай жатып қалып, көзімді ашып қалсам, төбесіне мындай менің жатын орнымның астына жанындағы бірінші студенттің қызы мындай жазу жазып қойыпты, білмеймін өзі оқып жүр ма. Сенің өміріңді өзгертетін бір-ақ кітап. Бірақ сол кітапты табу үшін сен 10.000-ға дейін кітап оқып тастайсың. И менің ана сөз дыңқ ете қалады ғой мына жеріме. Мен ойлайтын ғой, неге маған бір кітаптар бір қызық көрінеді, бір кітаптар қатты ұнайды деген сияқты да. Получается, әр адамның өзінің кітабы болады екен ғой деген сияқты. Саған келетін, дәл сенің өміріңе, дәл сенің ритміңе, дәл сенің характеріңе деген сияқты сай келетін кітаптар болады. Бірақ мен айтатын кітап, ойлаңыздаршы, барлық адамға сай келеді. Барлық адам ол кітаптар әшейін жай әңгіме емес, ішінде кәдімгі задачалар бар, барлығы бар, кітаптар, упражнение деген сияқты бір целый курсты заменить ете алады сізге. Жалпы тақырыпқа кіріспес бұрын өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Мақпал, мен инстаграмда блог жүргіземін. Жаңағыдай блогымды жүргізіп жатқаныма 5 жыл болған. Негізгі мамандығым журналист, бірақ соңғы 5 жылда блогымды жүргізіп, өмірімді дұрыс жаққа өзгертіп, блогымда өзімнің өміріммен, өзімнің ішкі ойларыммен, және де біліміммен, бәрімен бөлісемін. Және де блог жүргізуге үйрететін, блог арқылы кез келген адамға кез келген нәрсені сатуға үйрететін курсым да бар. Негізі 3 баланың анасымын, бірақ суть не в этом, ладно. Жалпы ең бірінші кітап мен айналамда адамдар болады ғой. Мақпал, сен сияқты мен де саяхаттағым келеді, Мақпал, сен сияқты мен де күшті өмір сүргім келеді, қалай сен сияқты позитивный адамға айналуға болады, қалай вообще сынбауға болады деген сияқты әңгімелер естимін ғой. Қалай сен осыншама студентті жинап аласың, қалай адамдарға оңай сатасың, оңай өмір сүресің деген сұрақтардың барлығына жауап ретінде үнемі бір кітапты ұсынамын. Мысалы, жақында ғана менің інім армиядан келеді да, жасы 19-ға келген. Вообще мен не істерімді білмеймін. Бұл өмірде қалай жетістікке жетуге болады? Неден бастасам екен дейді да маған. Алдым да, сол кітаптың қазақшасын сатып алып бердім. Саған сыйлығым, өмірімді өзгертем деген адамға сыйлығым осы кітап деп. Ол кітап Дейл Карнегидің қалай дос табу, достармен байланыс құру деген сияқты қазір названиесін осы жерге прикрепить етіп қоямын. Негізі мен орысша нұсқасын оқығам. Дейл Карнегидің кітаптары көп, сол үшін шатастырып алмаңыздар. Бұл жерде дәл адамдармен қарым-қатынасқа, сөйлесуге үйретеді. Себебі мен енді Арыс қаласынан шыққанмын. Жалпы бізде білесіздер, мектептің системасында баға үшін оқитынбыз, жаттайтынбыз, андай-мұндай мен 5-ке оқығам. Бірақ та менде базовый сол адамдармен қарым-қатынас құру, дұрыс сөйлесе алу деген қабілеттер болмаған ғой. Ата-анам белгілі бір тәрбие берді, біреудің Алла жібін аттама, дұрыс өмір сүр деген сияқты. Бірақ дәл осы адамдармен дұрыс қарым-қатынас құру, дұрыс сөйлесе алу, чтобы сені дұрыс түсіну үшін, адамдарға өзіңнің ойыңды дұрыс ашық жеткізе алу, осы бір навыктар үлкен өмірде, есейген өмірде қатты керек болады екен ғой, оказывается. Оқуға түскенде, жұмыс істейтін кезде, адамдарды жұмысқа нанимать ететін кезде, вообще өмірде кез келген жерде, даже байысам ғой, ақшаға көп масштабқа жетсем ғой деген адамдардың барлығы мына нәрсені түсіну керек. Сен біреудің байи алмайсың, потому что бұл әлемде адамдар көп. Сен баю үшін, белгілі бір жетістіктерге жету үшін бәрібірде қанша қарсаңда адамдармен қатынасқа түсесің. Және осы нәрсені дұрыс жасай білу керек та. И вот сол үшін Дейл Карнегидің кітабы осы жерде бір әдемі шпаргалка ғой. Ішінде просто дәл қазір, мысалы, мен продажаның кезінде бір нәрсені білем, и сол нәрсе менің продажама плюс 30% обязательно қосып жатыр. Ол адамдардың атымен шақыру деген сияқты нәрселерді қатты қалып қойған. Мысалы, Дейл Карнеги сол жерде кітаптың бас жағында айтады бір кісі туралы, который хан, енді Европада бір хан, не помню. Бірақ сол кісі жаңағыдай өзінің қарамағындағының барлығын атын біледі екен да, мысалы. И сол атын білген үшін оны адамдар жақсы көреді екен.
елестетіңізші, мысалы сенің атың Арай болса, Арай осындай деп айтқан жақсырақ қой. Дәл сол нәрсені мысалы қазір Инстаграмның кезінде, продажа кезінде қолданамыз да, вот мысалы жазған адамға саламатсыз ба, жоқ, саламатсыз ба, бар, саламатсыз ба, иә, сатып алыңыз деген сияқты жауап бермейміз. Саламатсыз ба, Арай, саламатсыз ба, осындай деген сияқты. И ол кітаптың ішінде дәл осындай фишкалар өте көп қойылаңыздаршы. Адамдармен қалай сөйлесуің керек, не деп айтуың керек, сені тыңдау үшін не деп айтуың керек. Себебі осы дәл қазіргі заманда мысалы проблема болып жатыр ғой, что күйеу әйелін тыңдамайды, әйел күйеуін тыңдамайды, анау ананы тыңдамайды, жұмысшыларына өзінің сөзін өткізе алмайды, айналасындағыларға сөзін өткізе алмайды, ата-анасына өзінің қалағанын айта алмайды. Неге? Біз дұрыс сөйлеуді, сөздерді дұрыс подбирать етуді, дұрыс саптауды дейді ғой, сөйлемді былай құрап шығаруды білмейміз. Дұрыс емес сөйлейміз. И ойлаймыз, түсініп алсын деген сияқты эго басым болып тұрады. Сол үшін ана кітапты оқып, басылып, дұрыс қатынас құрудың вообще основасын, негізін, фундаментімен таныссаңыздар, ол сізге вау болушы еді. Екінші кітап. Бұл біздің қазақ қоғамына тоже керек деп ойлаймын. Бұл жерде бұл кітаптың аты «Тонкое искусство пофигизма». Тоже өзімнің айналамдағы жертва болып кеткен подружкаларым болады ғой. Сыйлаймын всегда. Өздері өзінің историясымен бөлісетін. Мен тұрмысқа шығып жаман болып қалдым, басылып қалдым, осындай деп айтып жатады. И мен сол кезде бұл кітапты тұрмысқа шықпай тұрып оқығам. Қатты көмектессем болады. Себебі бақытты болу үшін адамға кішкене наглость та керек. Жоқ дей алу да керек. Всегда я істеп берем, я жарайды дей бергеннен отпайсың да. То есть жақсы адам болуға болады. Жақсы адам болу деген бәрінің құлы болып кету, өзіңді ұмытып кету, өзіңе игнор жасау, ішкі қалауларыңа игнор жасап тастау емес қой. Жақсы адам болу деген жақсылық жасай алу, дұрыс жерде дұрыс нәрсені айта алу, льстить етпеу, өтірік адамның рөлін ойнамау, дұрыс па? И вот ана кітапта сіздер бақытты болу үшін өзіңнің айтатын нәрсеңді айтып үйренесің. Іштей бір пофигизм деп айтады, здоровый пофигизм деп айтақшы, сау пофигизм да. Пофигист деген енді бізде андай бір совсем құрсыншы деген нәрсе емес та, бұл жердегі айтылып тұрған. В общем, ана кітапты оқитын болсаңыздар, мне кажется, көп нәрсені түсінген боласыздар, және де өздеріңіздің іштеріңізде здоровая самооценка деп айтады, самоценность деп айтады. Өзіңе құрмет тұту, ішкі дауысыңды тыңдай алу, оған прислушиваться ету, оның да айтқанын орындау, тек адамдардың, айналаңдағы адамдардың айтқанымен жүру емес та. Кейде өйткені бір адамдар айтып отқанда өмірлері туралы мен ойлаймын да, Құдайдың сондай бір берген өмірін неужели істі біреудің айтқанымен жүріп 70-ге өліп қалсаң, обал емес па өзіңе деп. Сол үшін ол кітап біздің ішкі даусымызға құлақ асуға, жоқ дейтін жерде жоқ деуге, я дейтін жерде я деуге үйрететін, өзіндік дауысыңды естіп, оны адамдарға естіртуге үйрететін өте бір сондай жақсы кітап. Маған қатты ұнаған, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Ал үшінші кітап, ол Роберт Кийосакиді барлықтарыңыз білесіздер. «Богатый папа, бедный папа» деген кітап жазған. Ол кітапты көбісіңіз оқығанда шығарсыздар. Оқымасаңыздар тоже жақсы кітап, бірақ маған больше өткені екінші часті. Екінші часті болғанда сол кітаптың жалғасы ретінде танылады, өзі солай айтады, бірақ жалғасы ретінде көбісі білмейді. Ол кітаптың аты «Квадрант денежного потока». Жалпы бұл кітапта 4 түрлі ABCD деп бөлген да, ол жерде жаңағыдай. Біреуге жұмыс істейтін адам, өз-өзіне жұмыс істейтін адам, одан кейін бизнесмен, сосын инвестор деген сияқты 4-ке бөледі. И 4 тарапта қалай жұмыс жасайды, кім қандай нәрсеге стремиться етуіміз керек, на самом деле ең бай точка қай жер, соны үйретеді. Білмеймін, сол кітап маған қатты әсер еткен. Себебі ол кезде мен тоже студентпін. Жалпы студент кезімде көп осындай байлық туралы, самореализация деген туралы кітап оқығым келіп жүреді ғой. Студент кезде адам дамығысы келіп, жан-жақтағы адамдарға қызығып деген сияқты. Мен байлық деген темаға қатты қызығатын, потому что мен больная точкам еді да. Мен шынымен де бай болғым келетін, мен шынымен де жақсы өмір сүргім келетін. И сол үшін осы кітап маған тоже қатты әсер еткен. Бұл кітапты мен сатып алмағам. Құдайдың өзі как-то маған осылай бұл кітапты алдыма алып келіп қойды. Міне мақпал. Өйткені мен айтамын, Құдайым бай қылшы, Құдайым бай болайыншы, мен күшті болайыншы, жақсы өмір сүрейінші, шетелге шығайыншы, балаларым жақсы өмір сүрсінші деген сияқты. И Құдай каким-то образом менің алдыма ана бір кітапты алып келіп қойды. Міне оқы деп. Жанымда жатқан бірінші курстың қызы подарить етеді ғой маған. Дәл сол қыз кейін менімен жұмыс жасайды, кстати, ол бөлек әңгіме. Ладно. Сол жерде тоже финансовый привычкалар туралы айтылады, жалпы қалай финансымен управлять ету, қалай оны басқаруға болады, қалай жұмсауға болады, қалай ақшадан ақша жасап оны өсіруге болады, қалай жинауға болады. Жалпы миымды по полочкам қойған, ақшаға байланысты маған қатты ұнаған кітап. Тоже қараңыздар, тоже оқыңыздар міндетті түрде.
кеш қарайып қалды. Кстати, видеоның сапасына мән бермейсіздер деген ойдамын, себебі әңгіме бұда емес қой. Жалпы осы 3 кітап менің фундаментім десем болады. Мысалы, мен үй болатын болсам, менің фундаментім осы 3 кітап. Қандай кітап оқисың деген кезде үнемі осы 3 кітапты советовать ете беремін. Дәл қазір сіздерге айтып отырмын, мысалы, қайттан оқығым келіп кетті. Потому что бір кітап бәрібір забывается же. И мен бұл кітапта, кажется, бұл кітаптарды 10 жыл бұрын, 7-8 жыл бұрын оқып тастаған екен да. Сол үшін қайтадан оқып көргім келіп жатыр сіздермен бірге. Егер дәл осындай типтегі видеолар сіздерге ұнаса, дәл басқа темалар туралы айтқанымды қаласаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазылыңыздар. Бұл менің алғашқы видеоларымның бірі. Сол себепті міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Инстаграм парақшамды қалдырып кетемін, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Всем пока-пока, люблю.